Сәлем достар, бүгін сіздермен Шымкент қаласында шаңырақ бағдарламасымен Тұранекі ауданында беріліп жатқан баспаналарға толық шолу жасаймыз. Алдымен шаңырақ бағдарламасының шарттарымен қосымша таныстыра өтейін. Алғашқы жарна үй құнының 10%, несие 5% бен 19 жылға дейін беріледі. Ендеше пәтерлермен танысайық. Құрметті достар, мені ішіне келіп жеттік. Көтерілген кезде оң қол жағында 3 бөлмелі пәтер, және одан кейін 1 бөлмелі пәтер. Және 1 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерлерге қарама-қарсы орналасқан 2 бөлмелі пәтерлер. Ендеше, құрметті достар, 1 бөлмелі пәтерді сіздермен бірге таныстыра кетсем. Міне достар, 1 бөлмелі пәтерге қысқаша шолу. Кірген кезімізде кіреберістен сол жақта міне ас бөлмесі. Ас бөлмесі толығымен су және газбен қамтамасыз етілген. Сонымен ас бөлмесі арқылы лоджияға шығып кетуге мүмкіндік жасалған. Және де ас бөлмесінен шыға келе сол жақ таманда біздің жатын бөлмеміз бар. Ендеше жатын бөлмемізді кіріп көрейік. Міне жатын бөлме толығымен жасалып болған. Ендеше жатын бөлмемізді көрдік. Біз келесі сіздерге жуыну және де әжетхана дейді ғой, көрсетейік. Міне жуыну және әжетхана бөлмесі екеуі бірге қосылған екен. Ендеше достар, 1 бөлмелі пәтерді сіздермен бірге көрдік. Ендеше 2 бөлмелі пәтерге бағыт алсақ. Міне достар, ендеше міне 2 бөлмелі пәтерге де келіп қалдық. 2 бөлмелі пәтердің шаршы метрі 59. Ендеше ішке кірейік. 2 бөлмелі пәтерге кірген кезде сол жақтарыңызда әжетхана орналасқан. Әжетханадан тіке шығатын болсаңыздар, міне ас бөлмесі. Ас бөлмесінде де толықтай сумен және газбен қамтылған. Ас бөлмесі арқылы міне лоджияға шығып кетуге де мүмкіндік жасалған. Ал енді келесі ас бөлмесінен шығып, кіреберіске келіп, кіреберістен солға қарай бұрылған кезде бізде бұнда қонақ бөлмесі бар. Қонақ бөлмесіне кіріп көрсек, міне қонақ бөлмесі де толықтай жасалып біткен. Қонақ бөлмесінен шығып, келесі біздің сіздерге көрсететін мысалы жатын бөлмеміз бар. Міне жатын бөлмемізді көре кетсек, міне жатын бөлмеміз толықтай жылумен қамтылған, есік терезелердің бәрі салынған, барлығы заманауи жасалған. Ал енді міне осы жатын бөлменің жанында жуыну бөлмесі орналасқан. Ал ендеше достар, екінші бөлмеге де кірдік. Міне ендеше достар, 3 бөлмелі пәтерге де кезек келді. Шаршы метрі 76. Ендеше кеттік, бірге тамашалайық. 3 бөлмелі пәтер, міне кіреберіске кірген кезіңізде оң жағыңызда әжетхана бөлмесі орналасқан. Және де сонымен қатар әжетхананың оң жағында міне ас бөлмесі, ас бөлмесінде де және де бірінші, екінші бөлмелі үйдегідей су және газбен қамтамасыз етілген және де балконы бар. Міне осыдан шыға келе, ас бөлмесінен шыға келе, оң жағында бізде қонақ бөлмесі орналасқан. Қонақ бөлмесі толығымен аяқталған, барлығы заманауи үлгіде жасалған. Ал енді дәлізбен тіке келген жағдайда сіздерде жуыну бөлмесі орналасқан. Жуыну бөлмесінің дәліз бойымен келе жатып, солға қарай бұрылған жағдайда сіздерде балалар бөлмесі орналасқан. Бұл 3 бөлмелі пәтердің ең ерекшелігі, бұнда балалар бөлмесінде гардероб бар. Балалар бөлмесіне қарама-қарсы бізде өздеріңізбен бірге тамашалайық. Жатын бөлмесі бар. Бұл жатын бөлмесінде де өзіне сай гардеробы бар. Міне достар, өздеріңізбен бірге 1, 2, 3 бөлмелі пәтерлермен толықтай таныстық. Ендеше өзіңізге ұнаған пәтерге өтінім тастаңыз. Міне құрметті салымшылар, өздеріңізбен бірге тамашалағандай шаңырақ бағдарламасы бойынша салынып жатқан үйлердің құрылысы аяқталып қалды. 4 мамырға дейін өздеріңіздің өтінімдеріңізді тастаңыздар және де арманымыздағы баспанаға бірге жетейік.